Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осылай баклажаннан түске-басар даярлаймыз. Ол үшін біз осы түптерін осылай кесіп алып, ұзынша етіп турап шығамыз. Суға салмай бірден жұмыртқаға малып жасап кетсеңіздер болады, бірақ мен суға салып үйреніп қалғанмын. Сол үшін су құйып, кішкене тұз сеуіп, 15 минутқа қалдырып қоямын. Одан соң кептіріп аламын. Мінекей 15 минут өтті. Енді осылай суынан кептіріп алатын боламын. Таза майлыққа үстіне осылай қойып шығамын. Кепкендерін бәрін, құрғақ болғандарын бәрін бір ыдысқа қайтадан салып аламын. Енді 2 дана жұмыртқамызды жарып, үстіне кішкене тұз және де қалауларыңыз бойынша қара бұрыш сеуіп жіберсеңіздер болады. Негізі 3 дана баклажанға 2 дана жұмыртқа жетеді. Және де мен ақ сухари қолдандым. Негізінде егер осыны даярлайтын болсаңыздар, сары түстісі керемет болады. Егер де сары болса, баклажандарыңыз әдемі болып тұрады, және де қонақ шақырған кезде де дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Менде енді үйде ақ болғандықтан осыны қолдандым, қалып кетпесін деп. Сиғанынша духовкада пісіремін, ал қалғанын қуырып аламын. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Қызанақтарымызды осылай үлкен де емес, майда да емес, орташа қылып турап аласыздар. Және де айта кететін, қызанақтарыңыз қаттылау болған дұрыс. Суы ағып тұрса, ол қатты баклажандарыңызды жібітіп жіберуі мүмкін. Ал енді арасына салатын жақпамызға осы укропты осылай майда етіп турап аламыз. Мен бұл соусты басқа екінші тағамға да қолданатын болғандықтан көбірек жасап жатырмын. Ендеше осыған мен 6 тіс сарымсақ қолдандым. Оны майдалап теркадан өткіздім. Және де 7-8 үлкен ас қасық майонез салатын боламын. Егер сіздер тек баклажанның арасына жаққанға десеңіздер, 3 ас қасық майонез, және де 2 тіс сарымсақ, және де қалауларыңыз бойынша укроп кішкене турап араластырып жіберсеңіздер болады. Маған тағамға керек болғандықтан көп қостым. Енді қалған баклажандарды осылай қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, одан соң отымызды орташа қылып қойып, баклажандарымызды салып, екі жағынан да пісіріп аламыз.
Осы орайда айта кетейін, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің көп видеоларымды негізі адамдар подписка жасамай көреді екен, сол үшін тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мен қуырылған баклажандарыма арасына осылай кішірек қылып укроппен сәндедім. Ал духовкада піскенге ештеңе сәндемей, өзін ғана осылай орап алдым. Мінеки укробы бар жағы қуырылғаны, ал укробы жоқ жағы қуырылмаған духовкада піскен баклажандар. Ал ендеше сау болыңыздар.